болсын мәңгілік. Тахауи Ахтанов. Сұм соғыс кезіндегі көп қаламгер қаламға бермейді. Тақырыпты өзек етіп алған «Шырағым сөнбесе» романын оқыған кезде осы өлең жолдары есіме көп түсті. Неге көпшілік осы тақырыпты қозғай бермейді? Барды жоқ тауды жер қылған. Соғыста әрине көптеген ақын жазушылар өздерінің шығармаларына арқау етті. Ал Тахауи Ахтанов атамыз майданның үстімен емес, майдан мен ел шекарасындағы нәзік жануардың өлімі мен арпалысын суреттейді. «Шырағым сөнбесін» романын оқығаннан кейін оған дейін оқыған шығармалардың күйретші, күш соғыс жайлы тамаша туындылардан Тахауи атамыздың шығармасына дара кейіпкері Нәриза дер едім. Бұлай деуімнің себебі, 19 жастағы жас келіншектің қолына қару алып, жаумен соғыспаса да, жаушыбай жау бомбасының астында қалуы, вагонда тілсіз жаумен одан бөлек фашистермен кездесуі, оның барлығы да ұрпақ үшін жасалып жатқан ерлік болып саналады. Құрсағындағы бала мен қайран туған жер, ортамызда өткел бермес дариядай жау бар. Не болса да үмітімізді жетелеп шығысқа қарай жақындай берейік деген сөздері болашақтан үмітін үзбеген, әлі де жүрегінде елі бар жан екендігін айғақтайды. Екіншіден, Нәзира ана. Енді ғана балалықпен қош айтысқан ару ауыздықпен су ішеді. Оның ана деген мәртебесі, тым биік атауды арқалап жүруінің өзі туындының бар мәнін келтіріп тұрғандай. Кім біледі, мүмкін ол жай ғана келіншек болғанда шығарма осыншалықты әсерлі болар ма еді. Мен жападан жалғыз қалдым. Көз жасым шықпай кеудеме ағыл тегіл кеудеме құйылып жатты. Бірақ мені тоқтататын бірақ жан сол. Бұл жердегі сол Нәзираның әлі жарық дүние есігін ашпаған нәрестесі. Жары Қасымбектің артынан бала қалып, ұлтының бір ұрпағы үшін Нәзира ана деген атқа лайық болып, ешқашан қиындыққа мойымады. Нәзираның әжесінің де қартбайдың да бойында анау-мынауға бас имейтін тәкаппарлық, тектөрлік бар. Бұл жердегі өрлік өзінің кез келген адамға қор болуына жол бермейтін. Сөз соңындағы әженің шырағың сөнбесін деген сөзін барша елге тілегім келеді. Ендеше мына өмірдің шамшырағы, яғни біз және ертеңгі ұрпақ осы шырақты сөндіріп алмайық.